Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, арнама қош келдіңіздер. Сіздерді секундына 100 000 км жылдамдықпен жарқ ете қалатын найзағай бір рет болса да қызықтырды ма? Және ол туралы қандай құпиялар және қызықты деректер бар екені туралы білгіңіз келген болар. Ендеше біз уақытты ұзақтамай видеомызды бастаймыз. Найзағай бұлттар не бұлт пен жер арасында болатын, ұзындығы бірнеше километр, диаметрі 10 см және ұзақтығы секундтың 10 үлесінде болатын алып электрлік разряд. Орташа есеппен алғанда, оның ұзындығы көбіне 10 километрге созылады, ал ең үлкен ұзындық мәліметтерге сүйенсек 321 км болған. Ал Жапонияда найзағай ауа райы ашық кезде жағажайға түсіп бірнеше адамға тиген, және ол 140 км қашықтықтан келген екен. Ал сіз найзағайдың қаншалықты қорқынышты болса да табиғатқа пайдалы екені туралы білесіз бе? Иә, ол табиғатта керек озон қабатын түзеді. Сондай-ақ планетаны ультракүлгін сәулелерден қорғайды. Ал американдық Рой Салливан Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген. Оның денесіне 7 рет найзағай тиген, бірақ ешқандай денсаулығына зақым келмеген екен. Ал 2017 жылы Қазақстан даласына найзағай түсіп, одан үлкен өрт болған, және оның нәтижесінде шопан мен 1408 қой қырылып қалған екен. Найзағай ұрған кездегі орташа энергия шамамен 5 миллиард джоуль болады. Ал оның қызуы 30 000 градусқа шейін барады екен. Ал найзағай бір түскен жеріне екінші қайталап түспейді деген жалған ақпарат. Ол бір түскен жеріне көбіне 2 немесе 3 рет қайталап түседі. Және найзағай көбіне жаз айларында болады. Егер қысы жылы немесе ылғалды аймақтарда, найзағай қыста да бола береді. Ал бұл ақпарат қызықты әрі күлкілі деп ойлаймын. Найзағай түскен жерге көбіне саңырауқұлақ тез өседі екен. Ендеше мен сіздерге осынау табиғаттың тылсым құбылысының орын алған бейнелерін ұсынамын.